Асыл әжем, ғасыр әжем, аңсаған сағынышым, сыр ормандай самсаған әке болып. Келіңдер, ертегі оқып берейін сендерге. Әже, бүгін бізге қандай ертегі оқып бересіз? Бүгін мен сендерге ақылдылар деген ертегі оқып беремін. Ал балалар, жақсылап тыңдап алыңдар. Ертеде бір бұзау, бір лақ, бір тоқты ел көшкенде ойнап жүріп, байқаусызда жұртта қалыпты. Үшеуі тірнектеп жүріп, қос тұрғызып алыпты. Қос дегенді білесіңдер ме? Қос деген лашық үй, ағаштан жасалатынандай. Түсініңіз бе балалар? Мынандай үй. Үшеуі тірнектеп жүріп, қос тұрғызып алыпты. Қосы бір бұлақтың басында екен. Оның қасында зәулім бәйтерек өсіп тұрыпты. Бұлардың айдалада ең қалғанын естіп, бір той балайын деген ниетпен аю іздеп келіпті. Лақ қорбаңдап келе жатқан аюды көреді де, алдынан жүгіріп шығып қарсы алыпты. Лақ аюды өзінің үйіне кіргізіп, төрге шығарады. Лақ, аю ағамыз келіп қалған екен, не тамақ береміз? Деп сұрайды тоқтыдан. Сонда ақ лақ төрден дауысын көтеріңкіреп: басқа аюдың басын ас, соңғы аюдың төсін ас. Дым болмаса осы аюдың өзін сой, барлық етін түгел ас депті. Мұны естіп отырған аю, бұлар аюдың етін жейді екен ғой деп, орнынан тұра шықты.